Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге футбол ата, және де бүгін біз стандарттық положение кезінде жақсы розыгрышты қалай ойнауға болатынын көрсететін боламыз. Біздің алдымызда 5 қорғаушы және де 5 атакующий игроктар тұр. Осы жақтан 8 нөмірдің орнынан штрафной орындалатын болады. 8 нөмір тұрған ойыншымыздың мына жерде розыгрыш кезінде допты алдыға қаратай асырмай, оның орнына короткий пас арқылы стенкаға ойнап шығуға болады. Мына жерде 8 нөмірдегі футболшымыз 13 нөмірдегі футболшыға пас береді. Допты 13 нөмір қабылдаған тұста 4 және де 5 алдынан шығады. Мына жаққа қаратай сол кезде 8 нөміріміз ортаға қаратай смещение жасайды. Ортаға қаратай смещение жасаған тұста 5 те алдыға қаратай жылжиды. 5 нөмір алдыға қаратай жылжыған кезде 8 нөмірге 13 нөмір допты қайтарады. Допты қайтарған тұста 8 нөмір 5 нөмірге допты береді. 5 нөмір допты алады да мына жақ зонаға қаратай кішкене жылжиды. Жылжыған тұста алдынан 2 шығады. Алдынан екінші нөмірдегі футболшымыз шыққан тұста 5 нөмір 2 нөмірдегі футболшыға пас береді. Осы тұста мына жаққа тағы да 8 нөмір жылжиды, мына жаққа 13 нөмір ығысады ортаға қаратай. Сол кезде 2 нөмір 8 нөмірге қалай пас береді, мына жақтан ашылған 13 нөмір қолын көтеріп допты сұрайды. Допты сұраған кезде 8 нөмір пасты низом береді, в разрез. Осы тұстан допты 13 нөмір алады да қақпаның алдына соққы бағыттайды. Осылай сіздер нападение шықсаңыздар болады.